Адам өмірінде реніш пен өкпе болмай тұрмайды. Бірақ сол ренішті жүрекке сақтап, өзімізді де, өзгелерді де қинаудың қажеті бар ма? Кешірім бұл жай ғана сөз емес, жүректі тазартып, адамды рухани жеңілдететін қасиет. Кейде кешірім сұрау да, кешірім беру де үлкен батырлықты талап етеді. Кешірімнің күші. Ауыл шетіндегі таудың етегінде екі көрші өмір сүретін. Бірі мінезі қатал, үнемі ашулы Қайрат есімді ер адам, ал екіншісі мейірімді әрі сабырлы Жанат деген жігіт еді. Екеуінің арасы бір кезде жақсы болғанымен, соңғы жылдары қатты суып кеткен. Оған себеп Қайраттың бір жерден естіген өсегі еді. Бір күні Қайрат ауыл ішінде Жанат мен туралы жаман сөздер айтып жүр деген қауесет естіп, қатты ашуланады. Сол күннен бастап ол Жанатқа суық қарай бастайды. Тіпті кездейсоқ жолығып қалса да бет бұрып кететін. Жанат бұл өзгерісті байқаса да себеп сұрауға батпайтын. Бір күні Қайраттың үлкен шаруасы шықты. Таудан отын түсіруі керек еді. Бірақ қол көмектесер ешкім жоқ. Оның бұл қиындығын естіген Жанат ойланбастан көмекке келеді. Бірақ Қайрат оны көріп, «Сен неге келдің? Менің шаруама араласуыңның қажеті жоқ», деп айқайлайды. Сабырлы Жанат күлімдеп, «Көрші болған соң бір-бірімізге көмектесуіміз керек қой», дейді. Қайрат үнсіз қалды. Ол ішінен мені оны сонша жек көріп жүрсем де, ол маған жақсылық жасап жүрме деп ойлайды. Бірақ сырттай бұл мейірімдікті қабылдағысы келмеді. Сол күні кешке таудан түсіп келе жатқанда, кенет Қайраттың арбасы аударылып, отындары жан-жаққа шашылды. Арбаны қайта тіктеуге шамасы жетпей, шаршаған Қайрат отыра кетті. Сол сәтте Жанат қайтадан қасына келді. Ештеңе деместен отындарды жинай бастады. Қайрат оның бұл әрекетіне таңданып қарап тұрды да, ақыры шыдамай, «Неге сонша тырысасың? Мен саған қатты сөйлесіп, жаман қарасам да көмектесіп жүрсің. Неге?» деп сұрады. Сонда Жанат күлімдеп, «Қайрат аға, адам өмірінде реніш болмай тұрмайды. Бірақ біз кешірімді болмасақ, өмірімізде не қалады? Мен сізге ренжісем, тек өзімді ғана қинаймын. Сондықтан реніштің орнына жақсылық жасаған дұрыс деп ойлаймын», дейді. Қайрат басын төмен салбыратып үнсіз қалды. Ішінен қатты ұялды. Өзі Жанатқа әділетсіз болғанын енді ғана түсінді. Бірнеше минуттан кейін ол терең дем алып, «Жанат, мен саған көп қиянат жасадым. Сен туралы өсекке сеніп, өзімнен алыстатыппын. Сен болсаң маған жақсылықтан басқа ештеңе жасаған жоқсың. Мені кешірші», деді. Жанат оның иығына қолын қойып, «Аға, ренішті ұмытуға дайынмын. Маған қазірдің өзінде риза болдым. Өйткені сіздің жүрегіңізде кешірім бар», деп жауап берді. Сол күннен бастап екі көрші қайтадан татуласты. Қайрат бұрынғы қатал мінезінен арыла бастады. Ал Жанаттың мейірімділігі бүкіл ауылға үлгі болды. Кешірім тек ренішті жеңу ғана емес, ол жүректі тазартып, адамдарды қайта жақындастыратын үлкен күш. Қайрат кешірімнің құдіретін түсініп, өміріндегі ең маңызды сабақтардың
бірін алды.